5000 теңгені көрші қолаң ауылдастарда салып жатыр. Рас қой, білдей қайын атасың. Өшеле сенен артық ешкім жоқ. Сені нағыз сыйлайтын, шайыңды дайындайтын, барлық жағдайын жасайтын келін келіп отыр. Тағы бірден кең бар ма? Тақсасын. Мынау ақшаны жақсы көрмейтін пенде көрген жоқпын осы уақытқа шейінше. Ақша неғып екен, Құдайдың құдіреті. Ақшаны жақсы көреміз ғой бәріміз. Қанша үйде қап-қап ақша жатса да ақша іздеп кетеміз. Бәке, ананы жарқыратып неменесіне көрсеттік, сасайш 15 минуттағы банк үйге кіреді, санап аласың ғой. Рас қой, шындығы сол ғой енді. Ананы дұрыс көрсеттің ба, сал. Әйтпесе ішінен суырып алмайсың ба? Сал енді ақшаның бәрін. Мына енді қадірменді ағайын, ақша жақсы көретін кісінің бірі осы кісі. Бала шағадан аяма, жиған тергенің не дейді қазақ атамыз? Бала шағаның тойына қызығына жаралсын деп атамыз ғой, рас қой. Берген түрін қара. 100 теңге. Қадамызақ бай, бұдамаса пайда ғой. Енді бұл досым ғой, маған қалжыңда біз екеміз айымызда күнімізді бірдей, бір жылды туылған өгіздеріміз ғой. Бәрекелді, рахметіне қайнатан әлі үйтіп бүйтіп бір бәлек алдық қой. Әйде самаздың самаш бере жақсылығына жұмса, бірақ енді көресіздер қазір.